жүрісіңіз бен биіңіз бірдей емес сізге. Марат аға, жұмыстан келе жатсыз ба, Ерген аға? Билік көзіңізші, Ерген аға, пожалуйста. Ерген ағам шақырайықшы, ой. Ал ортаға Ерген ағам билік көзіңіз. Билікші, жібер бізді. Екеуіңізге заводской настрой деген шығып, бірдей министрлер күшті жа. Әйеліңіздің аты кім? Роза. Роза не деп еркелетесіз? Роза дейді. Ой, қойшы, тас жүрек екеуіңізбісің бе? Кішкене еркелетіп шақырыңызшы, Розочка дегенсен болады ғой, не деп басқа? Бәрі еркелетесіз бе? Розочка дейді. Айтып жатыр ғой бәрі. Ботақан деп айтады деп айтып жатыр ғой сізді? Көкетай дейді. Кәді Көкетай келе қойды, шақырыңыз. Көкетай келе ғой. Ой, Көкетай келесі. Ой. Семьяларыңызбен бір демелейсіздіңіз. Күйеуіңіздің аты кім? Дәулет. Дәулетті не дейсіз? Дәулет демейтін шығарсыз енді? Дәулет? Жоқ, басқаша Дәулет деп не дейтін шығарсыз? Дәу. Қайсы? Дәу қайсы? Ойбай. Теңгі сөйлеп шулыратын еркек Көрдіңіз бе, мынау басқа настройға вообще ше? Билеңіз. Ал, Басына соққан үстіңе сөйлеп алтын хан сарайда бір бар келіңіз, ар жаққа тұрайық. Жүріп, сіз шақырсын ба? Әйеліңізді, мысалы, қайын жұртта тұрсыз ба? Ал көрейік, қайын жұрттан не деп еркелетесіз мысалға? Не дейсіз? Ханым деймін. Ой, ханым кірсем бола ма деп кіресіз бе? Күнде сөйтіп айтасыз ба? Иә. Ханым деп айта ма күнде? Ханым келе ғой деп жаныңызға шақырыңыз енді. Ханым келе ғой дейді. Ой. Міне, кенжесіне махаббатты бергенсіздер ғой, әдемі ғой, прям күшті болып тұрса. Күйеуіңіздің аты кім? Дәурен. Дәурен, е? Қайсы? Ойбай. Сіз кім тұрсыз? Дәурен,